Армысыз құрметті көрермен, өздеріңізбен арнамызда апта сайын жолығуды әдетке айналдырдық. Бүгінгі тақырыбымызда Еурокубоктар жайлы болмақ. Бағымызға қарай Тобыл командасы қарсыласын Дерри Ситиді пенальти сериясында жеңіп, шешуші плей-офф кезеңіне шықты конференция лигасында, ал Астана Еуропа лигасының үшінші іріктеу кезеңінде Лудогорецке ойсырай ұтылды. Ақтөбе өз алаңында Сепсиден жеңілді. Дегенмен күнді жақсы жаңалықпен қорытындылап отырған сияқтымыз, өйткені Бақтияр Зайнутдинов Бешикташ командасына ауысты. Бұл туралы да аз кем сөз айтамыз, ендеше бастайық. Тобыл командасы қазақ жанкүйерлеріне үлкен сыйлық жасады. Матчтың аса бір ыңғайсыз қалыптасқанына қарамастан Ирландияда Дерри Ситиді пенальти сериясынан жеңді. Бұл 2021 жылғы Шахтердің қос бірдей қарсыласын, яғни Стяо мен Колосты пенальти сериясынан жеңгеннен кейінгі осындай жеңісіміз болып отыр. Әрине Коноваловқа рахмет айтамыз, бірақ футбол деген қызық, шынында да ойынның басында дәл сол Коноваловтың қақпасына пенальти соғылып, Дерри Сити бірінші матчтағы Тобылдың басымдығын жоққа шығарған еді. Бірақ ойын соңында Коновалов бір емес екі пенальтиді қайтарды. Әттең дейміз, мәселені Ильич бірден шеше салуға болатын еді. Ол қақпаның маңдайшасын бірақ көздеді. Бағымызға қарай Дерри Ситидің қақпашысы қателесті, оның соққысын оң жақ бұрыштан Коновалов жақсы алып шықты. Дегенмен бұл жерде Тобылдың сырталаңда ойнағанына қарамастан өте сенімді ойын көрсеткеніне ризамыз. Былайша айтқанда Тобыл алаң иелерінен қауіпті сәт тудыру мәселесі бойынша еш кемдік көрсеткен жоқ. Тек осы Дебле дейтін жалғыз сайыпқанымызға бір күш беретін, қолдайтын адамның аз болып жатқанда өкінішті ақ. Ал енді Тобыл келесі плей-офф кезеңінде Виктория, яғни Плзен қаласының командасымен кездеседі. Бұл Чехияның командасы. Өте бір қиын қарсылас, бірақ Тобыл бұған дейін екінші іріктеу кезеңінде Базелді артқа тастағанын ескерсек, қорқатын ештеңе жоқ деп отырмыз. Сондықтан қостанайлықтарға табыс тілейміз. Жалпы бүгінгі күннің бір жақсы еңсемізді көтерген жағдайы осы болды дей аламыз. Жалпы өздеріңіз байқағандай, әрбір екінші апта біздің қазақ футболына ауыр тиетін сияқты Еурокубоктарда Астананың Лудогорецтен жеңілетіні былай күтілген сияқты болғанмен, дәл осындай 1-5 есебімен ойсырай ұтылатынын ешкім күткен жоқ. Былайша айтқанда, Лудогорец бірінші таймда Астананың мүмкіндігін пайымдап, салмақтап, бағамдап алып, екінші таймның басында кәдімгі нокаутқа түсіргендей, кәдімгі Майк Тайсонның немесе Эвандер Холлифилдтың немесе тіпті жоқ дегенде Владимир Кличконың бір тамаша соққысын жұмсағандай болып отыр. Екінші таймның басындағы Петровскийдің соққан добы кешірілмейтін доп. Өйткені біздің бұл жерде орталық жартылай қорғаушылар қайда жүр деген күннің өзінде мұндай допты Томашевичтен серпілдірген күннің өзінде жақын бұрышты қақпашы жабуға тиіс еді. Чондриштің қолтығының астынан өте шыққан доп қақпа төрінен бірақ сөйтіп қазіргі біздің Астананың жағдайын толықтай айқындап берген сияқты болды. Бұдан кейін Астана ойынға оралуға тырысты, бірақ бәрібір текпе-тек сияқты мықтысы тұрған Лудогорец бәрібір бет қаратпайтын белгілі болып тұрды. Сондықтан осыдан бір апта бұрын Астанада Лудогорец 1-2 есебімен жеңілгенде Болгарияның мамандары болсын, жанкүйерлері болсын, осының алдында Лудогорец Олимпиядан жеңілді, бірақ Астананың қалайда жеңуге тиіс, өйткені Лудогорец Динамо Загребтен кейінгі команда деген еді. Сол сөзбен іс біріккен сияқты. Сондықтан Астана Чемпиондар лигасынан, одан кейін Еуропа лигасынан қалқып ұшып енді міне конференция лигасының плей-оффына келіп отыр. Яғни 2021 жылғы қайраттың жағдайын бастан кешіп отыр. Қалай дегенде де ол қысынбаймыз, өйткені конференция лигасының топтық турниріне шығып жатса жаман емес, бірақ дәл қазіргі жағдайда Астананың Еурокубоктардағы жағдайына қарап отырып, ел чемпионына таласуда не қабылдау деген ой келеді. Шынында да Астананың бір кездерде туы болған Тамасовтың ойынның тағдырына ешқандай әсер ете алмайтынын көріп отырмыз. 2-1 шабуылшымен шыққанмен бәрібір бұл бастаманың аса бір жеңіске жетіле қоймағанын көріп отырмыз. Демек, Бабаян былайша айтқанда әлде іздену керек. Оның үстіне Болгария командалары Астана үшін өте ыңғайсыз болып отыр. Естеріңізде болса, 2013 жылы Астана алғаш Еурокубокқа шыққанда Ботев дейтін командадан 0-5 есебімен жеңілген еді. Міне осы жолы Лудогорецтен 1-5 және жыл сайын Астананың ірі есеппен жеңілетін дәстүрде жалғасып келеді. Өткен жылы Раковтан 0-5 жеңілген, енді міне тағы өз қақпасына 5 гол жіберіп отыр. Демек, Астана осындай бір жаман әдеттен арыла алмай тұрған сияқты. Енді келесі қарсыласы Партизани деген Албанияның командасы плей-офф кезеңінде конференция лигасының қалай ойнайтынын бір құдай біледі, бірақ сенеміз қалай дегенде. Үміттенеміз ең бастысы.
Ақтөбе командасы болса, былайша айтқанда бәрімізді өкіндіріп отыр. Негізі Ақтөбе сырт алаңда Сепсимен 1-1 есебімен тең ойнағанда және қарсыластың есепті теңестірген голын 89 минутта жіберіп алғанда көкірегімізде бір үміт болған еді. Өйткені Ақтөбе өз алаңында қандай болсын команданы азу тісіне салып шайнап жіберетін ұжым. Бірақ осы Қобыланды Батыр стадионындағы кешегі ойын ешқандай жақсы көңіл күйге бөле алған жоқ бәрімізді. Жалпы қорғаныстағы үлкен мәселелер бар екен. Ақтөбенің бірінші таймдағы 2-1 қауіпті сәтті өз қақпасына туындатқанын көрсетіп отыр. Әлібек Қасымның Покатиловқа допты беремін деп қарсыластың аяғына салып берген сәт, ол кезде Покатилов алып шықты, содан кейін тағы бір сондай қауіпті сәт болды. Ал екінші таймның 66 минутта Паун жеңіс голын соқты. Сол кезде таңғаламын, мысалы бірінші матчта Шамко үшінші орталық қорғаушы болып ойнады, бірақ көбінше өзінің сол қапталына жауапты болып жүрді. Яғни былайша айтқанда Шинаның қолын шешіп берді. Ал осы жолда дәл сондай әрекетке барғанда Шина біресе орта қойысады, біресе қапталға келеді, орнын таппады. Яғни шабуылдағы Элдер Сантанаға көбірек дем берме деген ойымыздың күлі-көк күшті. Сонда Ақтөбе неше жыл сағынып Еурокубокқа оралғандағы жағдайы осынша жерге қаратқаны ма? Ең қызығы, Ақтөбе сырт алаңда ұпай алып келді де Қазақстанға өз алаңдағы 2 матчта да жеңілді. Торпедо Кутаисиден жеңілді, Сепсиден жеңілді. Бұл нені аңғартады? Бұл соңғы кездерде Ақтөбеге қатысты айтылып жүрген команда басшылығының жолсыз әрекеттерінен бе, әлде шынында да команданың әлде үлкен Еурокубок сияқты додаға дайын еместігі ме, әлде Карповичтің білігі жетпей жатыр ма, оны нақты айту қиындау. Бірақ қалай дегенде де Ақтөбе бұл жолы Қазақстанның қоржынында қампайта алмады. Былайша айтқанда өзіне ыңғайлы келген Сепси командасында артта қалдыра алмады. Ал Румынияның ұжымдары болса, осымен бізде 3-ші рет жолда қалып отыр. Стеуа, Ботошани, енді мен Сепси командасы. Тек бір рет қана Стеуаны Шахтердің орта жолға тастағаны 2021 жылы есімізде, онда да пенальти сериясында. Демек, Болгарияның сияқты Румынияның командалары да біздің оң жамбасымызға келетін емес. Сондықтан Ақтөбе Ордабасы сияқты Еурокубок сапарын ерте аяқтады. Шынында да біз аса үміттене қоймаған тобылдың плей-офф кезеңіне шығуға тосын жаңалық демесек те тосын сый болып тұр. Ал Ордабасы мен Ақтөбе өкінішке қарай сенімімізді ақтай алған жоқ. Бұл екі команданың қазір Олимпиад Қазақстан чемпионатында бірінші, екінші орында келе жатқанын ұмытпайық. Сондықтан көшбасшының қайсы десе кішкене жерге қарайтындай жағдайдамыз. Оны мойындауымыз керек. Еурокубоктарға қатысты айтарымыз осы. Енді келесі аптада біздің екі ұжым Қазақстанның қоржынына ұпай салуға тырысады. Тіпті топтық кезеңге шығып жатса, мұны ешқандай сенсация деудің қажеті жоқ. Ал топтық кезеңге шықпай жатса, жағдай солай болды деп жерге қарайтында жағдайдамыз. Өйткені былтырғы жағдайымыз бұдан да нашар болған, сондықтан сәл ғана алға қарай қадамның барлығына шүкір етеміз. Бахтияр Зайнутдиновтың ақыры Бешикташ эпопеясын жақсы аяқтаған сүйініліміз. Енді біз қазақ тілінде айтқанда Бесиктас командасы жалпы қазақстандық футболшылардың спорттағы ғұмырындағы ең үлкен команда болып отыр. Өз елінің 16 дүркін чемпионы, және бірінші рет біздің қазақстандық футболшы 4,5 миллион евроға сатылып отыр. Бұл үлкен сома. Және бірінші рет қазақстандық футболшының жылдық жалақысы 1 миллион евродан асты. Бұл деген өте жақсы нәтиже. Ең бастысы Бесиктас сапында Зайнутдинов қалай өнер көрсетеді. Ол ЦСКАда жүргенде қақпашыдан басқа шептің барлығында ойнады. Бірақ соңғы кездері сол қапталдағы орталық қорғаушы шебіне тұрақтады. Бірақ ұлттық құрамада ол бізге шабуылдаушы ойыншы ретінде керек. Сондықтан осы Зайнутдиновтың Бесиктасқа ауысып Шенол Гүнештің қоластына барғанына ең алдымен Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Магомед Әдиев қуанып жатыр десе, ешқандай таң қалмаймыз. Өйткені бізге шабуылдаушы ретінде қажет Зайнутдинов Бесиктаста дәл сол орталық жартылай қорғаныста шабуылға жақын орналасуы мүмкін. Бұл жерде оның басты бәсекелесі Алекс Оксли-Чемберлен болады деген сөз бар, бірақ жүре көреміз. Менің балам осы Зайнутдинов ауысты деген кезде оны жалға беріп жүрмей екен деген бір қаупін айтты. Үлкен командаларға барған футболшылар көп жағдайда негізгі құрамға ілінбесе бірден сондай кепке тап болады. Бірақ біздің жағдайымызда Зайнутдинов қазақ футболын түрік топырағында жақсы таныта алады деп сенеміз. Ең бастысы ол легионер болып есептелмейді, сондықтан алдынан көп көкжиегі ашылып тұр деп санаймыз. Жалпы ойымыз осы. Келесі кездескенше біздің арнамызға жазылыңыздар, құрметті көрермен. Жазылушылар санын 4000-нан асырып жүріңіздер. Сіз де біз де марқайып қалайық. Аман сау болыңыздар.
Ой, тамаша. Зор болды. өлтіріп жібердің ғой. Ой,